Қыз қуудан жеңілген жігіт аруға қамшы сілтеді. Бұл туралы Экспресс-ка жазды. Жақында Наурыз мерекесі болды ғой. Сіздерді құттықтаймын. Сонда қыз қуу сайысы ұйымдастырылды. Ережесі қарапайым. Аттың үстіндегі қызға жете алсаң бетінен сүйесің, жете алмасаң ол сені қамшының астына алады. Сөйтіп, видеодағы жігіт бәсекеге түседі. Бірақ бой жеткенге жете алмайды. Кері бағытта әлгі ару азаматтың жазасын береді. Мұндай масқараға шыдамаған жігіт бикештің өзін қамшымен ұрып жібереді. Абыройдан айырылған жігіт бұл ғана емес. Мұндай сайысқа бикеш боп киініп алған жігіт те сынға түсті. Оны басқа бір ат үстіндегі азамат ару деп ойлап қалды. Көпшілік сөйтіп күлкіге қарық болды. Ал Алматыда африкалық ерлі зайыпты баласының тұсауын кестірді. Қазақы дәстүрге қызығушылық танытқан олар баласының да біздің халқымыз сияқты кеңпейіл, ақылды әрі талантты болғанын қалайды. Кішкентай қара бала да соны ұққан сияқты. Ұйымдастырушы қызға желімдей жабысып алды. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресс-ка жаңалықтары. Уақыттарыңызды үнемдеңіздер.